Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Исатай ағай. Біз сіздермен физика пәнінен нағыз ортада келіп жатқан сұрақты қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Суретте көрсетілген құрылғының бөлігі қалай аталады дейді. Суретте қандай да бір құрал көрсетілген, сол құралдағы мына тұрған оралып жатқан сымдарды сұрап жатыр екен. Жауап нұсқаларын оқитын болсақ, ротор, статор, жарты сақина және айналмалы өзекше. Жауап нұсқаларын айтыламыз. Бұның қандай құрал екендігін, бұл құрал бізде генератор деп аталады. Ал генератор деген ол механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіретін бірден бір құрал. Сол генератордың ең басты бөліктері бар. Ол бізде ротор және статор деп аталады. Ротор деген генератордың қозғалатын бөлігі болып табылса, ал статор деген генератордың қозғалмайтын бөлігі болып табылады. Қозғалмайтын, тек қана бұл бөліктерден ғана тұрмайды, оның щеткалары және сақиналары дейтін де бөліктері бар. Енді мына суретке қарайтын болсақ, мына сымдардың қандай да бір затқа бекініп тұрғандығын айталамыз. Ал бұл бекініп тұрған генератордың бөлігі, яғни енді ол өзекше деп аталады. Ал өзекшелер мына суреттен оның қозғалмайтындығын білдіреді. Демек, өзекшелер қозғалмағандықтан ол өзекшеге бекітіліп тұрған бұл сымдар да қозғалмайды. Демек, сым қозғалмайтын болса, бұл генератордың статор бөлігі деп аталады екен. Ал бұл сымдарды біз статор орамасы деп айтып кетеді екенбіз. Бұл статордың орамаларының бойында тоқ жүреді, сондықтан бұл индукциялы генератор екен. Осымен біздің сұрағымыз тәмам. Видео ұнаса лайк бас, өзіңе сақтап алуды ұмытпа.